Осындай сетка керек. Мынау дайыны готовый сумкаға арналған. Және де төрт бұрыштылары бар. Өзіңіз қиып аласыз қалаған көйлегіңізге. Төрт бұрышты қылып. Мынау дайыны. Енді мына біраз жер тоқылған. Міне осындай болып. Барлығын бірдей қылып өстіп тоқимыз. Бізге осындай жуалдыз керек. Үлкен жуалдыз. Мынау қалың жіп сиятындай. Осындай жіп. Сөгіліп кетпейтін. Мына кішкентай тесіктен кіргіземіз. Жартылай болып тұрған тесіктен кіргіздік. Суырып алып, осылай асты жағын қарап отырамыз. Бір-біріне байланып қалуы мүмкін. Осылай тартып, енді осы жерден шыққаннан екі клетка тастап, үшінші клеткаға кіргіземіз. Осылай үшінші клеткаға кіргіздік. Бұлай қараған кезде мұнаменен тең болу керек, және мына шетімен де тең болу керек. Осыны айландырып, тағы да бір рет қайталаймыз. Тура сол тесіктен инені шығарамыз. Инені шығарған кезде басқа жіптерге ілініп қалмауы керек. Болмаса астына қарап істесеңіз болады. Осылай байланып қалады кей кезде. Бір тесікке екі рет қайталап кіргіздік. Енді мына жердегі клеткасы полный көрініп тұрған тесікке кіргіземіз. Және мынадан төмен астындағы тесікке кіргіземіз. Бұны да тағы да бір рет қайталаймыз. Енді мына жердегі жартылай көрініп тұрған тесікке саламыз. Мынаның тұсына мына жерге саламыз. Бұны да тағы да бір рет қайталаймыз. Барлығы екі қабаттан болу керек. Инелеріңіз ілініп қалса, сол жер кейін сөгіліп кетуі мүмкін. Сол үшін инені ілмей істейміз. Міне бітті. Мына екеуінің ортасындағы кішкентай болу керек. Соғысына мұқият қарау керек. Және де мынау барлығы бір келгі бір сызықтың бойында болу керек. Соған да қадағалау керек. Және мынамен тең болу керек. Тағы да бір рет қайталаймын. Мына жерде көрінбейтін тесікке кіргіземіз. Екі клетка тастаймыз. Бір, екі, үшіншісіне саламыз.
Үшіншісіне салдық. Міне мына шетімен тең болып тұр және мына жақпен тең болып тұр. Тағы да қайталаймыз осыны. Ортасындағы осы тесікке кіргіземіз. Полный көрініп тұрған. Және мынау көрінбей тұрған тесікке кіргіземіз. Міне осылай қайталай береміз. Мына шетіне келген кезде клеткалар жетпей қалатын болса, мынандай үшінші клеткаға теспейміз, ең соңғы клеткаға. Екеу ғана, біреу ғана болса, сол жерді бүйтіп тоқи саламыз. Өйткені бізде ашық болып қалса, кейін бәрібір де осылай шеттерін толтырып шығатын боламыз. Міне мына жерде үшіншісіне тура мынаның тұсында болу керек қой, негізі осы жерге кіргізуіміз керек еді. Бірақ ең шетіндегі тесіктерге оны қалдырамыз. Сол үшін мынаны астына мынаменен тұспа-тұс жасай саламыз. Енді мына бетке көшу үшін осылай жалғастырып кете береміз. Қайттан жердегі бұрыштан кіргізіп, кішкентай тесіктен енді жалғастырып кете береміз. 1, 2, үшінші тесік тураның тұсында тұр. Жіп таусылған кезде арт жағына кішкене қалдырамыз да, түйіндемейміз, жай кішкене қалған кезде сол жерін отпенен күйдіреміз. Отпен күйдіріп жабыстырып қоямыз. Жіптерімізді тығыздау тартып тоқыған жақсы. Сонда ілініп қалмайтын болады ешқандай затқа. Осылай тез ұштанады, осыны жабыстырып қойсаңыздар, әдемі жабысады. Не болды? Бұл арт жағына біз мата жабыстыратын боламыз, іш жағына. Мынау жіппен тоқылған, мынау моншақпен тоқылған сумка. Мінекей осындай формада келтіріп, 2 сантиметр үлкендеу қылып, осылай тігіп шығамыз. Және де осындай кнопкаларды сатып алып, тура келтіріп, оны да тігіп шығамыз. Сосын сумкаларды құрастырып шығамыз, шеттерін бәрін жіппен тесіктерінен өткізіп тігіп шығамыз. Міне осындай сумка шығады, әдемі көрінеді. Міне барлық шеті. Орналасқан кнопкасы. Және ішіне осындай мата тігеміз.
ішіне 2 қалта істесеңіз болады. Осыны қолдан жасап қалаған бағаңызға сатсаңыз болады. 10 мың, 20 мың, өз қалауыңызша. Сумкаға негізі 3,5 мың теңге шығын кетеді. Видео ұнаса каналға тіркеліп лайк қалдырамыз.